Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін бірге остеология жүйесінің екінші сабағын талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің тақырып төс сүйегі және қабырғалар. Бастайық. Бізде достар төс сүйегін латын тілінде атаймыз стернум. Жалпы төс сүйегі бізде үш бөліктен тұрады. Төс сүйегінің тұтқасы манубриум стерни, денесі корпус стерни және семсер тәрізді өсіндісі процессус ксифоидус. Достар, қараймыз. Төс сүйегінің денесі жалпы басқа бөлімдеріне қарағанда ірілеу, жоғарғы жағы яғни жуан, төменгі жағы жіңішке. Төс сүйегінің жоғарғы жеріне қарайтын болсақ, марго супериорға бізде мойындырықтық тілігі инцизура югуляристі көреміз. Инцизура югуляристің екі бүйір қапталын қарайтын болсаңыз, кей жағдайда болады, кей жағдайда болмайтын осса супраэстерналис немесе төс сүйек үстілік сүйектерді байқасақ болады. Инцизура югуляристің бүйір қапталында бұғана сүйегінің төстік шеті экстремитас стерналис келіп бекитін буын құрауға қатысатын бұғаналық тілігі инцизура клавикулярис. Төс сүйегінің тұтқасының бүйір қапталына латералды қарайтын болсаңыздар, бірінші қабырғаның шеміршектік бөлігі келіп бекитін қабырғалық тілік инцизура касталис прима. Төс сүйегінің тұтқасы мен денесінің байланысқан жерінде бізде ангулус стерни, яғни төс сүйегінің бұрышын байқасақ болады. Достар, бізде төс сүйегінің тұтқасы мен төс сүйегінің денесінің байланысқан жерінде жартылай тіліктер бар. Яғни ол екі тілік бір-бірімен қосылып, екінші қабырғаның шеміршегіне буындық бетті құрауға қатысады. Бұны біз инцизура касталис 2 деп атаймыз. Әрмен қарай достар, төс сүйегінің денесіне тоқталайық. Денесінің латын тілінде корпус стерни деп атаймыз. Денесі жалпы басқа бөлімдеріне қарағанда ұзын. Ер адамдар мен әйел адамдарда ерекшелігі бар. Әйел адамдарда ер адамдарға қарағанда төстің денесі ұзынырақ болып келеді. Бүйір қапталын қарайтын болсаңыздар, латералды жағында 4 жұп толық қабырғалық беті бар және 2 жұп жартылай қабырғалық беті бар. Яғни мұнда және мұнда, яғни 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші қабырғалардың шеміршектік бөлігі толығымен бекиді. Ал жоғарыдағы жұп жартылай буындық бетіне 2-ші қабырға бекесі, төмендегісіне 7-ші қабырғалық бекейді. Келесі достар, төс сүйегінің денесіне қарайтын болсаңыздар, көлденең сызықшаларды көресіздер, линия трансверсус. Яғни бұл кезінде шеміршектінде болған, кейіннен сүйек түріне ауысып, көлденең сызықшалар түрінде көрініс берген. Келесі бөлігі төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісі процессус ксифоидус. Қарайтын болсаңыздар, семсерге ұқсағандықтан бізде семсер тәрізді өсіндік деп аталған. Яғни бұл жерде байқап тұрсаңыздар, тағы бір жұп жартылай буындық бет бар. Яғни ол бізде төс сүйегінің төменгі жартылай буындық бетімен бірігіп, 7-ші қабырғаның шеміршектік бөлігіне буындық бетті құрауға қатысады. Достар, жалпы 17-18 жасқа дейін төс сүйегінің бөліктері бір-бірімен шеміршек тіні арқылы байланысады. Ал 18 жастан кейін бұл сүйектік тінге ауысып, тұтас төс сүйегі стернумды құрайды екен. Келесі слайдқа қарайтын болсақ, мен барлық видеоларды айтып жүрмін. Осындай керемет таблица бар, яғни сүйектерді жаттауға өте оңай. Қараңыздар, бөлімі, манубриум, корпус, процессус ксифоидус, сүйектік ориентир, буындар, қандай буындар бар? Артикуляция стерноклавикулярис, артикуляция стернокартилягу, оның функциясы барлығы осында жазылған. Келесі достар, біз қабырғаларға тоқталайық. Қабырғаларды латын тілінде коста деп атаймыз. Жалпы адам организмінде 12 жұп қабырға бар. Міне қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яғни симметриялы. Достар, қабырғаларды біз классификация бойынша жалпақ сүйектерге жатқызамыз. Яғни жартылай иілген, ұзындау келген сүйектік бөлігі мінекей. Қысқалау келген шеміршектік бөлігі. Ол мынау көк түспен көрсетілген. Достар, біздің организмде 7 шынайы қабырға бар. Оны латын тілінде коста вера деп атаймыз. Яғни бірінші қабырғадан 7-ші қабырғаға дейінгі қабырғаның барлығы шынайы қабырға. Ал 8-ші, 9-ші, 10-ші қабырғалар жалған қабырғалар.
немесе оны біз латын тілінде коста супра деп атаймыз. 11-12 қабырғаларды біз тербелмелі қабырғалар коста флюктуантес дейміз. Есте сақтаймыз. Достар, қараңыздар. Қабырғалар төс сүйегіне бағана айтқандай шеміршек арқылы байланысып тұр. Бұл жерде қандай буын пайда болады? Артикуляция стернокартиляго, немесе төс шеміршек буыны. Ал омыртқамен барып артикуляция коста вертебралис деп аталатын қабырға омыртқа буыны құрауға қатысады. Келесі. Достар, қабырғаның бізде омыртқалық шеті бар. Экстремитас вертебралис деп атаймыз. Оны мына суреттен қайтадан көрсеңіздер болады. Міне. Омыртқаға кетпейді. Қалай бекет деген сұрақ туатын болса, омыртқа денесінің бүйрық жағында сіздер білесіздер, фавея касталис дейтін шұңқырлар бар. Осы жерге басы барып беті. Ал басында бізде сол шұңқырлармен буын құрайтын беті бар. Бұны біз атаймыз фацес артикулярис капитис коста, қабырға басының буындық беті. Дәл осындай буындық бет бізде екеу. Яғни үлкен буындық беті бар және кіші буындық беті бар. Оларды бір-біріне бөліп тұратын криста капитис коста, қабырға басының қырқасы. Енді қарайық. Келесі бізде қабырғаның мойны бар. Оны біз атаймыз колюм коста, жұқа келген. Қабырғаның мойнының жоғарғы шетінен қарап отырсаңыздар мына суреттен криста коли коста орналасқан. Бұл қабырға мойнының қырқасы деп аталады. Дәл осындай қырқа бізде бірінші және 12-ші қабырғаларда болмайды. Ал қалған қабырғаның барлығында дәл осындай криста коли коста болады. Қабырғаның мойнынан сәл төменірек жүретін болсақ, бізде қабырғаның төмпешігі бар. Кеше айтып өткен болатын туберкулем коста. Бұл өздеріңіз білетіндей омыртқаның көлденең өзінісі процессус трансверсус. Сол жерде бізде буындық бет бар, фавея касталис. Сонымен байланысып буын құрауға қатысады. Бұл буындық бетті атаймыз біз фацес артикулярис туберкули коста. Келесі достар, біз қабырғаның денесін қарастырайық. Қабырғаның денесі латын тілінде корпус коста деп аталады. Қабырғаның денесі қабырғаның омыртқалық шеті экстремитас вертебралис пен қабырғаның шеміршек шеті экстремитас касталис арасында орналасқан. Енді қарайық. Қабырғаның омыртқалық шеті қабырға денесіне өткен кезде бізде қабырғалық бұрышты құрайды. Латын тілінде ангулюс коста деп атаймыз. Яғни қабырғаның бұрышы, екінші қабырғаның қабырғалық бұрышы, бірінші қабырғаның қабырғалық төмпесінің тұсына тура келеді. Ал қалған төменгі қабырғалардың қабырғалық бұрышы латеральды бағытта ауытқып отырады. Достар, есте сақтаңыздар, 11-12 қабырғалардың қабырғалық бұрышы болмайды. Себебі қабырға денесі нашар дамыған. Енді қарайық достар. Қабырғаның денесінің төменгі жиегінде марго инфериорда қабырғалық жүлге орналасқан. Латын тілінде sulcus costa деп атаймыз. Бұл жерден бізде қан тамырлар, яғни артерия вена плюс нерв өтеді. Бұл жүлгенің практикалық маңызы зор достар. Есте сақтаңыздар. Кейін жоғары курсқа барған кезде өтесіздер, плевраға қуысына функция жасаған кезде біз всегда қабырғаның жоғарғы жиегінен жасаймыз. Себебі төменгі жиегінен жасайтын болсаңыздар, сіздер қан тамырларды, сонымен қатар нервтарды зақымдап алуларыңыз мүмкін. Яғни қандай кезде бізде функция жасалады? Гидроторакс, гематоракс, хилоторакс, пиаторакс осындай патологиялар кезінде қабырғаның жоғарғы жиегі марго супериордан функция жасайсыздар. Яғни 7-8 қабырға аралықта. Достар, енді қабырғаның шеміршектік бөлігін қарастырайық. Картиляго коста. Қараңыздар. Бағана айтып өткенде бастапқы 7 қабырға бізде тікелей төс сүйегімен байланысады. Яғни инцизура касталиспен. Ал 8-9, 10 қабырғалардың шеміршектік бөлігі жоғарыда орналасқан қабырғалардың шеміршегімен байланысып қабырғалық доғаны құрайды. Бұны латын тілінде атаймыз аркус стерни коста. Ал 11-12 қабырғалардың шеміршектік бөлігі болмайды. Себебі нашар дамыған. Сол себепті бұларды біз тербелмелі қабырғалар деп атаймыз. Достар, енді біз ерекше қабырғаларға тоқталайық. Бірінші қабырға коста прима және екінші қабырға. Алдарыңызда тұрған бірінші қабырға. Байқап тұрсаңыздар, басқа қабырғаға қарағанда қысқа, әрі жалпақ. Капут коста, колюм коста, туберкулем коста өте жақсы дамыған.
Бірінші қабырғаның басына қарасаңыздар, байқағандарыңыздай криста капитс коста жоқ. Себебі неге? Бұл бірінші кеуде омыртқасына барып, толығымен буындық бетке барып бекиді. Сол себепті қабырға басының қырқасы жоқ. Ал басқа омыртқаларда болу себебі олар қабырғаның жоғарғы төменгі жартылай буындық бетіне барып бекігендіктен оларда криста капитс коста болуы осы себептен. Енді достар, қараңыздар, анатомиясына тоқталайық. Байқап тұрғандарыңыздай, алдыңғы сатылы бұлшықеттің төмпешігі туберкулем мускули скалени антериораны көріп тұрсыздар. Яғни оның алдыңғы жағында бұғана асты венасының жүлгесі сулькус вена субклявия, және оның артқы жағында бұғана асты артериясының жүлгесі сулькус артерия субклявияны көріп тұрсыздар. Және денесі корпус коста. Келесі бізде екінші қабырға коста секунда. Достар, қарасаңыздар, анатомиялық құрылымы басқа қабырғаларға өте ұқсас. Капут коста, колим коста, криста коли коста, туберкулем коста, ангулюс коста, корпус коста. Тек ерекшелігі, достар, екінші қабырғаның сыртқы жиегінде экстернада алдыңғы тісті бұлшықеттің бұдырмағы бар. Туберостас мускулис серати антериор. Яғни бұл жерге алдыңғы тісті бұлшықет келіп бекиді. Достар, енді 11-12 қабырғалардың ерекшеліктеріне тоқталайық. Қарасаңыздар, мен оны мына таблицаға келтіріп қойдым. Яғни 11-ші қабырғаның басында жалғыз буындық беті бар, мойны қысқа, әлсіз байқалатын қабырғалық жүлгесі бар. Және қабырғалық төмпешігі жоқ. Ал 12-ші қабырғаға қарайтын болсаңыздар, қабырғасының басында жалғыз буындық беті бар, қабырғалық төмпешігі, бұрышы және жүлгесі болмайды, немесе нашар дамыған. Достар, егер сіздерге осы видео ұнаған болса, біздің Limos Medical каналына тіркелеміз, комментарий жазамыз, видеоны таратамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.